Кейде біз диаграммаларымызды презентацияларымызда немесе Word файлдарымызда көргіміз келеді. Excel бағдарламасында жасаған диаграммаларды басқа қосымшалармен оңай бөлісуге болады. Жай ғана көшіру, қою арқылы жасалынады. Қою әрекеттің әртүрлі нұсқалары бар және біз бүгін соларды қарастырамыз. Біз бірінші диаграммамызды Word файлымызға көшіруден бастаймыз. Біз көшіру, қою процесін орындаймыз. Диаграмманы нұқып таңдаңыз. Таспадағы үй қойындысына келіп, көшіру түймесін басыңыз. Немесе тінтуірдің оң жақ түймешегімен нұқып, немесе Ctrl+C пернелер тіркесімі арқылы көшіруге де болады. Енді біз Word құжатына қойып жатырмыз. Word файлды ашып, қою түймесін басыңыз. Немесе Ctrl+V пернелер комбинациясын басыңыз. Диаграмма бірден қойылады, бірақ сіз қаріптер мен түстердің өзгергенін байқайсыз. Егер сіз Microsoft программаларында жұмыс жасасаңыз, ол Word парағында қойылған диаграмманы сол Wordта қолданылған түстер мен қаріптер стиліне автоматты түрде ауыстырады. Ол өте ыңғайлы, өйткені сізге барлығын қолмен жасаудың қажеті жоқ. Алайда егер сіз оны қаламасаңыз, сізде басқа опциялар бар. Сіз диаграмманы қойған жерде кішкене буфердің пайда болғанын көресіз. Ал егер сіз ашылмалы мәтінді бассаңыз, бізде таңдауға 5 нұсқа бар. Стандарт бойынша сіз қойған кезде Excel бағдарламасы мына белгішемен орнатылады. Бұл Wordта қолданылған стильге өзгерт және осы деректерді Excelмен байланыстыр деген іс-әрекет. Егер мен бастапқы түстерімді сақтағым келсе, мен мына батырманы басып, Excelде болған стильді және түстерді қолдан және деректерді Excelмен байланыстыр деп атаймын. Енді деректерді Excelмен байланыстыру деген нені білдіреді? Біз бұл диаграмманы осы Wordқа қолданғанымызда, ол оны Excel жұмыс кітабымен байланыстырады. Бұл дегеніміз, егер сол Excel жұмыс кітабындағы мәндер өзгерсе, бұл диаграммада сәйкесінше өзгереді. Тексеріп көрейік. Сонымен Excel бағдарламасына оралғанда, мен мына көрсеткіштерімді ауыстырамын. Мен Enter батырмасын басқан кезде, сіз бұл диаграмманың өзгергенін көресіз. Бірақ одан да әсерлісі, мен Word файлыма оралғанда, ол мұнда да өзгереді. Сонымен бұл диаграммаларды бастапқы Excelмен байланыстырудың күшті нұсқасы. Енді айтарлық, белгілі бір жағдайларда сіз мұны істегіңіз келмеуі мүмкін. Сонымен сізде қарастыруға болатын тағы 2 нұсқа бар. Wordта тағайындалған стильді пайдаланып қою немесе бастапқы Excelдегі стильді пайдаланып қою. Біз біріншісін таңдаймыз. Ол енді Excelмен байланыстырылмайды, яғни Excelді өзгертсек, Word файлымызда ештеңе өзгермейді. Біз тек осы Word файлында керек өзгертулерімізді жасай аламыз. Енді егер сіз жай ғана диаграмманың сүйретін қойғыңыз келсе, соңғы 5-ші таңдауды басасыз. Енді мұнда сіз ештеңе өзгерте алмайсыз, өйткені бұл диаграмманың скриншоты. Сонымен таңдаудың 5 нұсқасы осы. Егер сіз алдын ала қай жерде қай опцияны қолданатындығыңызды білсеңіз, тінтуірдің оң жақ түймешегімен нұқып, бірден сол опцияны қоюға болады. Мұның қалай жұмыс істейтінін көрейік. Сонымен мен Excel бағдарламасына ораламын. Бұл жолы мен екінші диаграмманы тінтуірдің оң жақ түймешегімен нұқып, көшіремін. Wordқа қайта оралғанда, мен тінтуірдің оң жақ батырмасынан басамын және менің 5 нұсқам шығады. Мен олардың біреуін таңдауым керек. Сонымен мен мына түрін таңдаймын. Осылай сіз өзіңізге керек түрін бірден таңдай аласыз. Сонымен көшіру және қою пайдалану арқылы диаграммаларды программалар арасында бөлісу өте оңай. Тек өзіңіз қалаған опцияны таңдауды ұмытпаңыз.